Нөмірі 22 жалпы орта білім беретін мектебінде біз туберкулезді жеңе аламыз атты акция өткізілді. Бұл шара қазіргі және болашақ ұрпақтың денсаулығын сақтауға бағытталған маңызды қадам болып табылады. Акцияға мектеп ұжымы, оқушылар мен салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының мамандары қатысты. Қатысушыларға туберкулездің алдын алу және оны болдырмау бойынша кеңестер беріліп, көптеген маңызды ақпараттар ұсынылды. Жиында мектеп директоры Бауыржан Бектұрғанов сөз алып, акцияның мақсатын түсіндіріп, бұл мәселенің тек денсаулыққа ғана емес, қоғамға да үлкен әсер ететінін атап өтті. Акция барысында туберкулез ауруының белгілері мен оны емдеу жолдары туралы арнайы мамандар мен дәрігерлер ақпарат берді. Мектеп оқушылары акцияға белсене атсалысып, туберкулез туралы білетіндерін ортаға салып, сұрақ-жауап айдары мен арнайы бейнероликтер көрсетілді. Салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында осындай жиындардың үнемі өткізіліп тұратыны айтылды. Бұл акцияның негізгі мақсаты балалардың жаңағы денсаулығына алдын алу бойынша және де білімдерін жетілдіру, профилактикалық іс-шараларды жүргізу барысында әрине осы мақсатта келіп отырмыз. Бүгінгі балалардың қабырға газетінен байқау және де көркем шығармашылық өнерлерін көрсетуі бойынша түрлі көріністер бойынша түрлі іс-шаралар ұйымдастырылып өткізілді. Әрине балалардың негізгі біздің мақсатымыз ең бірінші балалардың денсаулығы. Сондықтан да осы балалардың денсаулығына біраз мағлұмат беріп, түрлі аурушылдықтың алдын алу, оның ішіндегі осы туберкулез аурушылдығына аса көңіл бөлу керек екендігі туралы жаңағы терең түрде мағлұматтар берілді. Арнайы меркім медиа үшін Майра Өсербай, Бақыт Рахымбай.